төлен көліктің ішке қарай дұрыс енуін қадағалап тұрды. ол деген жеріне жетіп кілт тоқтап дыбысын сөндірді. Артынша есік ашылып іштен бірнеше адам түсті. Бастаушы бойшаң, арық, шасын сол жағына жантайта қайырған, көзілдірік таққан сары кісі әбен мен оның жолдасы орта бойлы, мұртты, қыр мұрынды, даусы гүрілдеп шығатын Таңатар. Онан кейін түскендер осы үш еркектің әйелдері. Бірі дөңгелек жүзді, тәмпіш мұрын, арық келген Айгүл, екінші орта бойлы, арық, бірақ жүзі реңді, бетінде шамалы сепкілі бар ұлдай, үшінші дөңгелек жүзді, толық бет, балық ауыз, ботагөз әсел. Айгүл әбеңнің, ұлтай Қазекеңнің, әсел Таңатардың жұбайы. Бұлар бір-бірімен жиі араласатын туыстар. Бүгінде абыр-сабыр бас қосып, сен мен демей әрқайсысы ебіне келген істеріне кірісіп кеткен. Жолаушылар көлігіне ұқсап келетін салонның артқы жағындағы арнайы бөлімге қой жайғастырылды. Содан кейін табақ, аяқ, құралдар қойылды. Көліктің екінші қабатындағы ашылмалы-жабылмалы тор қораптың ішінде алтын қанат киіз үй бекітілді. Осындай ауызбірлік пен ынтымақтың арқасында туыстар уақыт өткізбей жолға шықты. Көлік Ақтауға қарай бет алды. Іште отырғандар көңілді еді. Әйел жағы әндетіп те қоя берген. Көлік шыныларынан көрініп тұрған табиғат аясы кім-кімнің де көңілін сергітер еді. Ән мен табиғат астасып, алыстап, әсем аспаннан келген жасағанның жан дүниесін тербеді. Ол ойға шомылып, айнала төңіректі көзімен шолып өтті. Өзінің балалық шағын еске алды. Талай-талай шарлаған тау шатқалдарын, сайлардағы бұталарды, жабайы алма, алмұрт терген алыстағы күндерін ойлады. Одан бері қаншама жылдар өтсе де, жасаған үшін бұл таудың барлық сыры ашылған емес. Әрбір тас өзінің қойнында бір сырды жасырып жатқандай. Өзі де тауқұмар еді-ау. Сол тау мен тас енді өзінің халқының өткен тарихын, жазба ескерткіштерін алдына жайып берген жоқ па? Я, сонау бір замандағы ата-бабаның нақыл сөздерін, жырларын, әдет-ғұрпы жөніндегі мәліметтерін қойнына сақтап, міне оқып ал дегендей еді. Балалық шақтан таныс үлкен сай аңғарына қарай бұрылғанда жасаған көлік терезесінің бірінен Ақтаудың ұшар басына қарады. Ол да мұның келе жатқанын жылы қабылдағандай күн сәулесіне шағылысып, әсемдене тәкаппарлана түскендей. Жасаған шыдап отыра алмады. Иығындағы фотокинобейне камерасын алып, тау табиғатын түсіріп, көлік қия жолмен жылжып, үлкен иектен аса бере камера тетігін тағы басты. Арғы жақтан таныс табиғат мұңдалап шыға келген. Аңғар ортасында гүрілдеп өзен ағып жатыр. Оның екі жайлауына топтана өскен қарағай ағаштар таудың сонау басталар тұсына қарай кеткен. Өзен жағасында жылқылар жүр. Алыстан тал бастарына қонып, қайта ұшып ойнайтындай қалбақтай барып аңғарға қарай құлдилай жөнелді.